Менің әлемім. Ал қайырлы күн. Бүгін ұйқыдан ерте тұрып, таңғы 6-тан тұрып, бір тауға барып, таза ауа жұтып, қасында осындай ару қыз бар. Әсем қала Алматы. Нағыз Алматы. Біз бала кезімізде теле экрандардан көретін Алматы осындай еді ғой, иә? Керемет, прям таулар, медеу. Бір жылулық сезіледі, иә, осындай кадрлар көргенде. Ал медеуге келдік. Медеу деген осы міне. Анау. Анау не деді? Памятник не еді? Памятник емес құрсын. Не еді? Ол медеу. Медеу стадионы. Несі? Емблемасы сияқты ғой. Біздің баяшы қатырады. Медеу деген осында. Ең алғаш рет 2003 жылы келген. Шаршап қалдың ба? Шаршаған жоқпын. Күшті таза ауа, рахат. Ана медеу. Ар жақта канат жолдары. Көресіңдер. Ал бісміллә деп бастадық. Қолымда суым бар дейсің ғой. 2 литр суым бар қолымда. Қалғаны бәрі арқада. Мен сумкамды түсіріп көрсетші. Ой, сенің сумкаң вообще оригинал ғой. Жазуын қараңыз, тоқта. Көрдіңіздер ғой, мына жағында Қазақстан. Күнбай десе білеп қоясың бұл сразу. Иә. Сіздерге лайфхак, достар. Жүктеріңіз ауыр болса, артпен шығыңыздар тауға осылай. Жүк артқа қарай тартады. Да? Міне медеу мұз айдыны. Ал, Баян, бір-екі ауыз сөз. Ойшым бар ғой. Тамағым құрғап кетті. Терлі кеттім, жүрегім тарсылып кетті. Тауға мүлде шықпайтынымыз байқалып қалды. Баспалдаққа келдік. Қызықтың бәрі үйінді басылады. Мына баспалдақпен біраз шығу керек. Мына жерде қанша баспалдақ бар екенін білмеймін, бірақ 1000 баспалдақ бар шығар. Дайынсың ба? Дайын сияқтымын, білмеймін, батырсынып тұрмын ғой. Орта жолдан не болатын. Кеттік алған дайын болсаң. Ал бісміллә деп оң аяқтан бастайық. 1, 2, 3, бісміллә. Кеттік. Үшім келе жатырмыз. Біз шығып баратырмыз. Кейбір кісілер қайта түсіп келе жатыр төмен қарай. Медеу мұз айдыны төбесінен көрініп келе жатыр. Негізі, мен медеуге осылай жаяу өмірімде бірінші рет келіп тұрмын. Алматының не екенін енді ғана біліп жатырмын. Не деген брендовый сумка. Менің арқалап жүрген жүгім осы, ең ауыр жүк. Болғанда салмақты. Алматының табиғаты өте керемет. Еңкілдеп, жүрек тарсылдап, не айтарымызды білмей қалдық қой құрсын. Міне достар, тау деген керемет қой. Сен маған ғашық болғанда жүрегім осылай тарсылдады ма? Айтпа. Жүрегім осы қызды көргенде, жүрегім дәл осылай осы қызды көргенде дүрсілдеп еді. Бүгін медеуге шығам деп, тағы дүрсілдеп жатыр. Медеуге осылай жаяу студенттік кезде ғана шығатынбыз. Одан кейін көлікпен ғана шығып жүредік. Бүгін жаяу шығайық, таза ауа жұтайық деп келіп қалдық. Төбесіне дейін барып көреміз. Қызықтың бәрі әлі алда сияқты ғой. Аяшкам бензин бітейін деді бізге.
Башка. Маған ренжіп отыр. Канатный дорога қазақша қалай болады? Канат жолдары ма? Канат жолдары. Канат емес, қанат жолдары. Міне қанат жолдары. Осыған мінетін ақшамыз жоқ, сосын жүрміз осылай жаяу десең. Бұндай тренировка болмайтын еді ғой мұнда. Қалжың құрсын, тренировка ол бұл біздікі. Таза ауа, керемет. Аптасына бір рет шығып тұрамыз енді. Алла қаласа қатырамыз. Ал, медеуге келе жатсақ, кім жүр бұяқта? Жақсы. Біздің мамамыз жүр. Бұрында гастрольде жүрген кезде бәріміз мама дейтінбіз. Бақталта ерлен бар, алып жүрген Түркістанда концерттерге Шымкентке қалған. Қайрат Нұртастай. Шағал болдыңдар. Қайрат Нұртастай олды қазақ еліне сыйлаған кісі. Гүлдер әпкеміз. Мен таңғалыпта кеп алғанмын. Дұрыс. Жап ясыңдар, менен қанша кішкентайсыңдар, тауып жегенсіңдер. Біз алып келдік мен Садикке апардық. балалар садикке апардық, үйге барып жиналып, бүйтіп келгенше осындай болып қалды. жақсы болып қайтыңдар, керемет енді. Мына прямо кеуденің бәрі ашылатындар. Күшті ашылады. Бізде сол таза ауа кислород. Менің Екатерининен ұшып алыңдар. Одан кейін осымен жүріңдер, өмір алмайсыңдар. Да, Мен де көрдім бе қандай күш Екатерин ішкен екен. керемет. Ура! Жеттік! Медеудің шыңына келдік. Ар жақта мына жолдар шымбұлақ қалып барады. Адреналиннан кейін ұтпасынан бір ақыттанып, жүрек тарсылдап, жоғары көтеріліп, енді бір рахат болып отырмын. Шаршадың ба? Жағымды шаршау. Жағымды шаршау ма? Дұрыс. Жағымды шаршауларыңыз көп болсын достар. Негізі жағымды шаршауды алғаш отбасы болған кезде сезіне бастайды адамдар, Жағымды шаршау болып жатыр мына. Канатын даруға қанша жасыңда міндің ең алғаш дейді? Қай жылы? Есімде жоқ. Екеуміз бір қыста мініп едік қой. Сол кезде болды ма алғаш мінген? Бүгін медеуге мен ең алғаш рет өмірімде шығуым. Қойшы. Жаяу бірінші рет өмірімде шықтым. Алматының, нағыз Алматының не екенін енді ғана сезініп біліп тұрмын. Башка. Тау-тауда, қыр-қырда асып, қайға баратырық. Бақыт іздеп баратырық десе. Керемет табиғат деген. Ешқандай машина жоқ. Шыбын жоқ. Ешкім Таза. телефон соғып мазаламайды деші. Ешкімді мазаламайды. Осындай жерде келе жатырық. Енді бір жайғасатын, бір жақсы бір орын іздеп келе жатырмыз. Сондай бір жер табыла қойса жақсы болар еді. Міне, мына кереметті қараңыздаршы, қандай тау. Іздегеннің алдынан тілемей-ақ табылар деген осы ғой, Осындай жер тауып алдық. Қазір осында дастархан жасаймыз. Прям стол, орындық бізді күтіп отырған ғой. Біздің түскі асымыз осы жерде болады енді. Баяшкин қараңдар, дастарханды кәдімгідей дайындап,
термосқа шайын құйып, көрпесін алып. Қандай бізде тамақтар бар екен бүгінгі түскі асқа. Картошка, картоп фри. Өзім жасағам, өзім Өзім екем, өз огородымнан деп қойсай. Өзім огородымнан горячий, свеженький дейді. Алтын Орда деген огородтан алып келдім десе. Анда сөмкеңді көрсетші, кәдімгі Баянның сөмкесі деген Қазақстанның туымен. Өзімнің авторская. Деген рюкзак мынау. Деген патриот деймін да Баян. Күздің алғашқы күні бізде жақсы демалыс болып жатыр. Мына пакетте не бар екен? Мынаның ішінде не бар екен? Осы қызық болып тұрмаған. Бұл жерде бізде котлета. Достар, тауға жиі шығып тұруды өзіміз ұйғардық. Аптасына бір рет міндетті түрде шығамыз деп қоямыз, бірақ енді алдағы уақытта көрсетеді. Мен өзім тершең адам, байқасаңыздар, мынау киіп тұрған шапкамның айналасының бәрі су болып кеткен. Бірақ эмоция айтып жеткізе алмаймын. Көлікпен шыққан бір бөлек, жаяу баспалдақпен көтерілген бір бөлек екен. Тауға шығамыз дедім ғой. Содан мен шай қалай ішеміз екеміз деген, шай ішпесек басымызға ұратын қазақпыз ғой. Сөйттім де үйдің қасында бір, біздің үйге енді қатты алыс емес, бір дүкен бар екен. Сол жерге инстаграмды қарасам, осындай термостар бар екен да, 2 литр почти. Сөйтіп ерінбей барып алып келгенім қандай жақсы болды деп қазір қуанып тұрмын да. Зато шай ішіп отырмыз. Достар, тауға шықсаңыздар міндетті түрде шай алып шығыңыздар, ыстық. Прям табиғатта ішкен тамақ, не жесеңіз де бір керемет таза ауада, ерекше дәмі басқаша болып рахаттанып тамақ жейсіздер. Термос алып жүріңіздер мынандай. Мына осындай кішкентай бутербродик, ложим в ротик. Шайымыз бар, термосымыз бар, камерамыз бар, сумкаларымыз бар. Бәрі бар. Не керек, бәрі бар. Аллаға шүкір. Ал ас болсын жаным. Ас болсын. Ерлан мен Баян, 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 Ерлан мен Баян. Ескеретін жағдай, тауға шығып пластик, салафан, пакет, тағы да қандай бір сондай бір заттар өте қоқыстар көп екен. Біз осындай қоқыстардың барлығын жинап алып кетеміз өзімізбен. Видеоны көріп отқан жандар болса, табиғатты аялауды ұмытпайық. Жүрген жерімізде таза ұстайық. Бәріміз ішейік, жейік, бірақ артымыздан жинап кетейік. Келістік қой. Ал түскі асымыз бітті. Әлденіп алдық, демалып алдық, энергия жинап алдық. Бүгінгі демалыс Бүгінгі демалыс соңына таяп жатыр. Біз үйге қарай сәтті демалыс болды. Керемет демалыс болды, күшті демалыс болды. Енді үй жаққа қайтайық. Енді біз таудың басынан төмен қарай түсіп, үйге барғанша да біраз уақыт болып қалар. Кеш батарымыз еді. Мен күшті энергия алдық. Перезагрузка дейді ғой айтқанда. Бір миға да тынығып бір. Енді келесі жолы міндетті түрде тағы келеміз деп шештік. Ал, бай-бай. Жақсы, сау болыңыздар.